Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Екінші сабағымызды жалғастырамыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл пешкі эншпилінде нені білуіміз керек? Ең маңызды тақырыптың бірі бұл оппозиция. Осындай кез келген сіз өміріңізде эншпилге кездесесіз, немесе сіз бір пешкімен артық боласыз, немесе қарсыласыңыз сізде бір пешкімен артық болады. Сондай жағдайда қалай ничья жасаймыз? Қалай ұтылып қалмауға болады? Бұл өте маңызды нәрсе. Егер білмесеңіз, тез жылдам ұтылып қалу ықтималдығыңыз өте жоғары. Сол себептен ережені жақсы білу керек. Оппозицияны қалай қоямыз? Корольді қалай жібермейміз? Пешкіні қалай жібермейміз ферзге? Сон мәселені қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік, ұзақ созбайық. Так, мына позицияда көріп отырсыздар, осындай позициялар өте көп кездеседі. Бір пешкімен ойынның соңында мына жаққа қарай ақтар келе жатыр. Осындай корольмен алдына тұрып алған кезде қалай пешкіні жіберіп алуға болмайды. Енді қарастырайық. Бұл жерде бұлар пешкіні алдыға жүреді. Осы жерде сіз оппозиция деген не ол? Оппозиция дегеніміз, сіз король алдыға жүрген кезде, алдыға қарай жүрген кезде сіз оны корольмен алдынан күтіп алуыңыз керек. Қазір оны түсінетін боласыздар. Мына жерде қарастырайық. Мысалға, бір ход алдыға жасайық. Міне король алдыға қарай жылжиды. Енді олар барынша пешкіні ферзге шығаруға тырысады. Сол себептен мен мына жаққа емес, ал корольдің алдынан күтіп алуым керек. Так, давайте қарастырайық, осылай болады. Енді қандай қателер жіберу мүмкінбіз? Мысалы, мен көрсетейін бірінші сіздерге қалай ничья жасауға болады. Міне осылай ұстап тұрасыздар. Король мына жақтан барса, алдынан күтіп аласыздар. Көрдіңіздер, жібермеу керек. И артқа ғана. Міне артқа. Король қай бағытта, сол бағытқа қарай жүресіздер. Міне сол кезде пешкіні шығара алмайды. Міне пат болады. Көрдіңіздер, иә? Басқа бұда вариант жоқ. Егер осы жүйені жақсы білсеңіздер, осы ережені сіздер ешқашан ұтылмайсыздар. Алдыңызда гроссмейстер отырма, қандай қиын жағдай болмасын, осы оппозиция формуласын міндетті түрде білу керек. Енді қандай қателер жіберіп жатады біздің 3-ші, 4-ші разрядтағы балаларымыз, кейде даже 2-ші, 1-ші разряд ойнайтын ойыншыларымыздың осындай өрескел қателіктер жіберіп жатады. Мысалға, мына жерде корольмен бір артқа бір кететін болсаңыз, осындай бір артқа, бәрібір ғой мына жаққа келгеннен кейін тұрып аламын ғой, сол жүйені жүзеге асырайын десең, онда қателесесіз. Онда ол король алдыға қарай шығып алу мүмкін. Мысалға, мына жерде енді олай жүрмейді, ол былай жүреді. Олар сізге керісінше оппозиция жасауы мүмкін, көрдіңіздер, иә? Мына жерде былай жүрсеңіз, ол былай жүреді. Мына жаққа барсаңыз, уже пешкіні тоқтата алмайсыз. Былай қанша тырысқаныңызбен де пешкіні тоқтата алмайсыз. Мына жерде пешкіні жүреді. Былай жүрсеңіз, ол қайтадан оппозиция жасайды. Ал егер сіз былай жүрсеңіз, ол сіздің алдыңыздан күтіп алады. Енді ары қарай пешкіні тоқтата алмайсыздар. Енді міне бұл ережеде бұндай осындай қателіктерді жіберуге болмайды. Қараңыздар. Мысалға, мына жағдайда былай жүріп көрейік, енді былай жүрейік, астыға қарай жүрейін, или былай жүрейін деп ойлайық. Міне оппозицияны жасай береді сізге, осылай жүресіз, пешкіні тоқтата алмайсыз. Қанша жерден тырысқанмен, былай осындай бір жағдайлар кездесіп қалып жатады, сіздің пешкіңізді жібермеймін ғой деп. Онда сіз пешкіні алдыға қарапайым жүре саласыз. Қорықпайсыз. Енді бұл жерде екі мәселе бар қарастыратын. Король мұнда жүрсе, корольмен мында жүресіз, давайте көрсете салайын, и пешкіні тоқтата алмайсыз. Егер король бұлай жүретін болса, оппозиция жасайсыздар. Бұл жерде кімнің жүрісі, оппозиция деген, кімнің жүрісі сол өте маңызды шахматта. Егер қазір ақтардың жүрісі болса, онда ничья жасауға болады, ал егер қаралардың жүрісі болса, онда ұтылады. Көрдіңіздер, сонда осындай қатені жіберіп алмаңыздар. Король бұлай жүрсе, бұлай кесем, сен ары қарай пешкі шығып кетеді. Енді бұлай жүрсе, онда да пешкі бұлай шығып кетеді. Көрдіңіздер, осындай қатені жіберіп алмау керек. Сіз әр қашан оппозицияда дайын отыруыңыз керек. Корольдің қарсыласын жіберуге болмайды. Егер сіз корольдің қарсыласын осылай жүрген кезде бір немқұрайлық жүре салатын болсаңыз, мынандай оппозицияға өзіңіз түсіп қалатын болсаңыз, онда бірден ұтыласыз. Осыны естен шығармаңыздар. Енді сіздерге қызық болсын деп, мен қазір компьютермен ойнап көрейін. Компьютердің Stockfish-тің 8-ші уровеніне қойдым. Әлемдегі ең мықты уровень, бұл білесіздер, адамнан әлде қайда мықты ойнайды, қате жібермейді. Мен сонымен қазір ничья жасап көрейін. Қараңыздар, ол пешкіні алдыға жүрді, былайынан жүрді, мен енді бастаймын. Қараңыздар, мен қарамен қорғанамын, компьютерге қарсы артқа жүрем. Мен компьютерді келсе алдынан күтіп аламын. Ол компьютер бірден бере салды. Бұл түсінді, сондықтан мен жей салдым. Мен ойнамай жатыр, енді Stockfish жерде енді көрсетейін десем, сіздерге қалай ойнаймын, мен компьютер ойнағысы келмей жатыр. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да бір қайталайық, пешкі алдыға жүрсе, артқа жүресіздер, король былай жүрсе, алдынан күтіп аласыздар. Шах былай артқа, міндетті түрде артқа болу керек. Король сол жақтан келсе, алдынан күтіп аласыздар. Артқа кетсе, біз алдыға жүреміз, қайтадан былай жүрсе, артпен. Бізде осылай шатастыруға тырысады олар.
неше түрлі осындай айлалар жасайды. Сіз әрқашан дайын отыруыңыз керек. Осы ережені ұмытпаңыздар. Сонда қанша тырысқанымен де сізді ұта алмайтын болады. Қараңыздар, қанша тырысқанымен де мен жібермеймін. Бұлай сізді алдау мүмкін, тағы да тексеріп, бұлай алдынан күтіп аламыз, амал жоқ жүреді, сонда либо пешкіні береді, либо пат жасайды. Көріп отырсыздар, осындай керемет пат жасайды. Амал жоқ. Міне, осы ережені міндетті түрде біліп алыңыздар. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса астына жазыңыздар. Бұдан да қызықты алдыда сабақтар түсіретін боламын. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.